мына барлықтарыңыздың атамыз мен басында білем, Шопан ата осы батыс жерінде жатыр екен, сондай адам бұл өңірде болған екен кезінде. Сол Шопан ата деген мал өсірушілер қауымдастығы бар. Сол қауымдастықта жұмысын жүргізіп жатқанымызға 4 жыл төңірегі болып қалды. Енді сонда ойымыз осы қазақтың шаруаларының бірінші айтқанда жүргізу, екіншісі қазақтың шаруасының мәртебесі. Бүгінгі қазақтың шаруаларын енді бүгінгі күнге дейін де сіздер мен білем, кездесіп жатсыздар, жүргізіп жатсыздар, бірақ осы Шопан қауымды, осы малшы қауымды осындай жерге алып келіп отырғанның өзі ол да бір сіздердің мәртебелеріңіз. Осылай мәртебе қылып, осы жерге жиылып жатқаннан кейін біз де өзіміздің мәдениеттілігімізді, өркениеттілігімізді бәрін көрсетеміз. Артық ауыз ештеңеміз жоқ, ешқандай саясат, ешқандай басқа дүние емес. Бұл өзіміздің тірліктер. Тірлік болғанда енді амал қанша өмір осылай болды. Осы 30 жыл бойы бір жағы атыраудың да мұнайы, осы қазақ жерінің бағыма, сорыма, осы мұнайдың арқасында ауыл шаруашылығы көңілі басқаша болды. Бірақ күн көрді, жаңағы күн туды, мынау коронавирус болды, басқа болды. Бірақ ас адамның арқауы осы мал шаруашылығы, осы қазақтың шаруалары болмаса, біз өмір сүре алмайды екенбіз. Енді бір жағы елдің өзінен де бар. Мен айтамын да, құрметті ағайын, осы жердің жаңағы шаруалары, Шопан қауымы ауызбіршілік болу керек. Ауызбіршілік болса, ханды тағынан түседі дейді. Ауызбіршілік болса, міне әкім де алдарыңызда отыр. Бәрі мүмкін. Бәрі мүмкін. Тек қана мәдениетті, өркениетті бәрін жасақ, біз соны бүгін өзіміздің тарапында мен қатысумен бірінші рет өткізіп отырмын. Осы өңірде. Осыда аяғына дейін жақсылап жүргізіп, нақты мәселелерімізді талқылап, соның шешімін табайық, бірге табайық. Біз қарсы емеспіз, біз дұшпан емеспіз, біз жау емеспіз. Бәріміз осы елдің азаматтарысыздар. Ең басты шешімін табу. Кейбір дүние, әкім мырза сіздің бұлай бір-ақ ауыз сөзіңізбен шешілетін. Кеше ішкі саясаттан жігіттер болды, ортамызда қатысып отырды. Кейбіресе шынымен де мүлде оңай дүние. Бірақ әттең мемлекеттік қызметкерлерді кінәлауға болмайды, кейде бұл ұсақ-түйек болып көрінеді. Бірақ мына шаруаларға ол маңызды дүние. Сол шамның жарығы, сол бір малдың бір шетінің суы, немесе сондай бір кейбір дүниелер өте оңай шешілетінде, сондықтан оңынан болсын, берекесімен болсын, елге де, сіздерге абыройлы болсын мемлекеттік қызметкерлер. Сондықтан енді осы жерден жақсы көңілмен шығып, мәселеміздің оңынан шешілгенде әрекет жасайық. Бүгін шешіліп кетпейді одан кейін. Құрметті шаруалар, енді біз өзіміз жеткені бүгін шешіліп кетпейді. Бүгін бірақ ең басын бастап амал жасаймыз. Сол амалды бастайық, сіз болып, біз болып. Рахмет. Мен енді өзімді жағдайымды айтайын да, сосын жалпы өзімнің кәсіпкерлер жөнінде айтайын. Мына 2020 жылы бір дана ақбас тұқымды бұқа алып, сиыр малын өсірудемін. Қазір 25 аналық сиыр, 17 бас басқа бұзау, жалпы 47 бас сиыр малым бар. 2017 жылы Құмжиектен ет бағытындағы сиыр малын өсіру үшін жер алдым. Бұрын Құмжиекте жер құдықтарымыз болған. Соңғы жағдайларға байланысты құдықтарымыз ашық кетіп, құдықтарымыздан жаңбыр қардың жоқтығынан мүлдем су шықпай қалды. Қазір малымызды нарындағы үйімізден суарып отырмыз кранпен. Нарын селосында ешқандай канал су келмейді. Нарында тұрғындардың барлығы түгел жаңағы қиғаш өзенінен келіп тұрған линиямен жұмыс жасап отыр. Енді оның өзі де қазір осы 1-2 айдан бері бұрын 30 теңгемен суарып жүргенбіз, қазір 170 теңге болды. Енді осы жерде суару мәселеліктер болар. Менің шаруашылығымда 80 бастай жылқы малым бар еді бұрын өткен жылы. Осы 2021 жылдың жазғы мезгілінен бастап 6 бие, 10 шақты тай каналдарым өлді. Оның өзі жаз мезгілінде өте қатты ыстыққа байланысты каналдарымызда су азайып, кейбір жерлеріміз құрғап, бірқатар балшыққа батып, және қар жаңбырдың болмауынан қуаңшылықтың әсері де болуы мүмкін. Қазір 64 бас жылқы малым бар. Біздің шаруашылық ауылымыздың экологиялық жағдайы жылдан жылға төмендеп бара жатыр. Таң атса болды, күндіз түні ақ топырақ, айналамызда ешқандай шөп жоқ. Осындай бір қиындық жағдайда өмір сүріп жатырмыз қазір. Енді менің осы Құмжиектегі жерімнің қасынан Нарын Қызыл су линиясы жүріп тұр. Және менің емес, бұл жаңағы Қызыл үйге дейінгі бірталай шаруашылық бар. Осы жерде ауыл шаруашылығының мамандар болса айтар. Осыдан бізге
жаңағы менің жерімнің тұсынан сосок шығып ысырма қойылған. Мүмкін болса су беруге көмек сұраймын. Және нарын Қызылүй газ линиясы жүріп келе жатыр қазір Қызылүйден бері қарай. Ал оның бойындағы қазір біздің сол жерлеріміз бар, сол жерде жаңағы бірталай тұрғындар бар, қазір мал бағып жатқан шаруагерлер. Ал оған қазір газ тартылмайды деп тұр жігіттер. Оның себебін өздері айтар, жігіттер бар ғой. Және мен үйімнен жаңағы өзімнің алған жерімнен 3-4 километр жерде бұрын Шапаев дейтін іргелі шаруашылық болды. Соның жаңағы тартылған кетіп тұрған шеткі бір шопанның орнына электр желісі кетіп тұр. Бізге тек 3 километр, 4 километрдей жерде тұр қазір ол. Оны да бізге жалғастыруға көмек сұраймыз сіздерден. Биыл өте қуаңшылық, шөпте жемде қазір қымбат. Малдарымыз арық, қыс болса келіп қалды. Субсидияның жағдайда әлі толық шешілген жоқ. Ірі қараның жағдайда әлі шешілген жоқ. Жігіттер қазір ақылдасады ғой. Енді жайылымдық шөпте жоқ. Мына мал қалға тұрып қалатын болса, онда жағдай қиын болады. Біздер сіздерден көмек сұраймыз. Ақшалай болсын, жаңадай материалдық жем болсын, шөп болсын, көмек сұраймыз. Енді мал қолға тұрып қалатын жағдайда біздің асырайтын мүмкіндігіміз жоқ сияқты қазір. Болмаған жағдайда мына ауданнан немді облыс көлемінен жаңағы мал бордақылау алаңдарын салса, біздер қазір тек қана мен емес, біздің шаруагерлер малдарын соған қазір тірі малымыз қолымызда. Тапсыруға біз дайынбыз. Жаңағы. Енді біздің осы жаңағы осы мына Қызылүйге дейінгі елді мекендердің, шаруагерлердің, жаңағы немесе нарын тұрғындарының айтатын тілегі осындай. Ал енді тыңдағандарыңызға рахмат. Енді бізге осы 2-3 күн бұрын мына Алмасбек жаңағы Шопан ата қауымдастығының президенті біздің ауылымыздар алып, судағы жайымыздар алып, жайылымыздар алып, Алмасбек саған үлкен рахмат. Мал шаруашылығымен айналысамыз. Енді өз басым жеке өз басым жылқы малмен айналысамын. Сол өңірде былтыр 2-3 жылдан бері қарай қуаңшылық, қала берді мына жайық суының төмендеуіне байланысты каналдарда судың өте төмен деңгейде келуі. Ал содан байланысты былтырғы жылдары қысқа дейінгі уақытта жайылымдық жердің тайылуына байланысты, теңіз өңірінің Каспий теңізінің қайтуына байланысты малдарымыз теңізге кетіп, теңізден су ішіп, былтыр сол теңізге қайтқан уақытта бірталай малымыз жаңағы балшыққа батып шығынға ұшырады. Енді мынау солған байланысты қыс мезгілінде су қар болмай, мынау Манаш Ақсайымнан каналы қиып, содан ары қарай бір канал болып кетеді, Зауырға дейін жету керек. Қазір тек қана ол деңгейі мынау Манашқа, сосын бұла қарай бұрылып, мынау Қызылған дейтін Ақбас дейтін каналға темір жолға қарай тақап, ауылдың бер жағында тұр. Енді сол каналдар бауырлап қатып қалып, малымыз мұзға құлап, қала бер жаңа теңізде малымыз мұзға құлап, бірталай шығынға ұшырадық. Мен жеке өз басым былтырғы жылы 17 бас малды шығынға бердім. Оны біз жан-жаққа жаңағыдай не болғаннан кейін ол шығыннан арзан еткеніміз жоқ. Ал биылғы жаздан бері қарай қуаңшылық болды, оны өздеріңіз де білетін боларсыздар, мына отырған осы қауымның бәрі де. Енді мынау сол каналымызға су келуіміз қиындап, мына биылғы жылы сол Жамбай елді мекенінің ортасына Махамбет төменгі суландыру шағын мекемесі мотор қойып, мотормен екі жақ қайдады шілде айынан бастап. Бірақ сол су мынау неге Манашқа барды да Қызылғанға осы әлемге барып жатыр. Енді сол бізге қиындық туғызайын тұр биылғы жылы. Сол енді биылғы жылы жаңағы аудан әкімі Жетек Қорымбет мырзаның өзі де отыр. Бұл мәселе жөнінде смета қаралып жатыр дейді. Біздің жаңа тіке өзіміз сізге келген ұсынысымыз сол каналды қазған күнде жаңағы Манаш бойын енді қай жерге қазатынын білмеймін. Сметалық құжатта қалай қарап жатқан, енді Зауырға дейін жету керек деп ойлаймыз. Енді сол Ақбас каналы, жаңағы Қызылған каналын темір жол бергі басына барып тұр. Соны ары қарай темір жолдан өткізіп жайылым жерге қарай жеткізіп берсе деген ойымыз бар. Енді ол да бір ұзақ жер емес. Енді жаңағы Қызылған басынан бір 15-17 шақырымдай жер. Енді сол темір жол бізге қиындығы жаңағы трансойлдың несі жатыр, линиясы сосын темір жолдар соны өткізіп сол жайылысқа бізге бір мүмкіншілік жасап берсе дейтін сметалық құжатқа кіргізіп, жаңағы қазылатын болған күнде соған мүмкіншілік жасасаңыз деген ой пікіріміз бар. Қайыршақты ауылдық округіне қараймыз, Бешікті Соколов каналының бойында орналасқан. Биыл мына 50 гектар жерге егін салдық. Менің мәселем сауда-саттық бойынша. Әкімшіліктен шаруа қожалықтарға деп сезондық қала аумағында орындар бөлінеді. Бірақ біз орындарға мысалы 5 үйдің ауласынан деп бөлінеді, ол үйдің ауласында біз қанағаттанбаймыз. Біз үлкенірек, мысалы халықтың көп жүретін жерлеріне
өзіміздің дүңгіршіктерімізді қойғымыз келеді. Сосын баға тұрақтанады. Себебі қазір әкімшілік бөліп тұр, бірақ крестьянский хозяйствода кез келген азамат ашады да халыққа қызмет көрсету орталығынан тіркеледі, бірақ егін салмайды. Егінді біз салып жатырмыз, бізден алады да алып сатарлар. Мысалы мен қарбызда биыл 50 теңгеден саттым келасын. Мен дүкенде ол 100 теңгеден түскен жоқ. Сол мәселе. Сосын Дина сауда орталықтарында әртүрлі Дина көктем базар орталықтарына орындар беріледі. Оның өзінде де әкімшілік сол базардың әкімшілік администраторлары күн көрсетпейді точно. Бір күн тұрғын санитарлық нормаға жауап беріледі дейді. Ол барлық шетелден немесе басқа облыстардан келген өнімдерді сатқызу жергілікті шаруа қолдамайды. Сосын менің жаңа айтайын дегенім, ұсыныс берілмек тұр қалалық ауыл шаруашылығы бөліміне. Олар дұрыс жәрмеңке өткізді Аламан базарында биыл сенбі жексенбі күндері. Соны Маңғыстау, көрші Маңғыстау облысында апта сайын 7 күн сайын жәрмеңке болады. Қаланың 4 бұрышына немесе 5 бұрышына әр районда бөліп алады да, әр күні сол жерде жәрмеңкелер болады. Сол жерге біз сатып не қылғымыз келеді. 50 гектардан менің қазір 1000 тонна қарбыз алатынымыз 700 тоннасы күнге күйіп кетті. Ол себебі сатып үлгермегенінен шығынға батып отырмын. Екінші мәселем, Соколов каналының бойында 25 шаруа қожалығы бар. Малмен отқаны бар, егін отқаны бар. Біздің түбімізден электр энергиясы өтіп тұр. Бұрын мен білуімше қала аумағында коммуникация жүргіз шаруа қожалықтарға сондай бір бағдарлама болды. Саяжайларға ма или білмедім. Жолын несін бәрін бізге жол керек емес, бізге тоқ. Менің жағдайым қазір жетеді жылыжай салуға, бірақ менде коммуникация жоқ. Темірлан Агро 7661 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Зыбайқызы. Мынадай проблема бар, мына айтып кетті ғой. Көктем пленкаға еккесін менің қарбызым мен қауымым еті шықты. Селитр жоқ, өнім тап-таза, экспертизадан оны шығарып алды. Енді базарға әкелетін болсақ, меморандум бар. Екі ортада Дина базары мен акимат трехсторонний дейді ғой енді. Соған сатуға кірейін деп тұрсақ, біздерді кіргізбейді. Өйткені ол жерде басқа өңірден келіп тұрған 150 теңгеден қарыз бар. Солар бітірмей, біздерді базарға кіргізбейді. Мысалы, біздің өніміміз арзан. Біз сонда қайда барып сатамыз? Енді одан қала берді, мен жуанды қазір 70 теңгеден сатадым. Таңертеңнен кешке дейін халықтың қолы тимейді, жұмыста болады. Барады басынан литер, идеал деген сияқты. Сондай дүкенге барғанда сен ол өніміңді 100 теңге қоссаға 170 теңге болады жылға. Сонда қарапайым халыққа ол қымбатқа түсіп тұр. Манағы мен айтпақшы да, Аламан базары демекші, бір ауыл шаруашылығына или бір мына Дина базары енді көбіне халықтың үйренген жері ғой. Сол жерде тұқырлықты бізге ана өнімді шығарам деп бір алсасын, ыстық күнде тағы алсасын, базарға келгенде манағыдай сенің жұмысын жасап қойды, ара-арада. Сондай бір мүмкіндік па, или лидер мен идеалға ол бағаларды ұстау үшін біздерден тікелей алсын поляның басына, или біз әкеліп берейік доставкамен, бізге де ол да жақсы. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, мен 100 гектарға егін салып отырмын. Қазір мысалы адамның жоқтығынан, қол жетпеушіліктің карантиннің кезінен мен мысалы өнімімді почти жоғалтып алып отырмын деп айтайын. Өйткені адамдар жұмысқа мысалға келгісі келмейді, арам шөптің астында қалды көбіне. Сосын 62 км/сағатына жел болды. Сол желдің арқасында қарбыздың көбі күйіп кетті. Менде мана кісі ұқсап тек қана 30-40%-ын алған шығармын өнімімнің. Басқасына мен оған қол жеткізе алмадым. Соған бір Өзбекстаннан мысалы ұшақпен алып жатады көбі. Ол қаражаты бар алады адамдар. Оны ең болмаса бір пойызбен ба, болмаса бір автобусный рейс ба, сондай бір шығаратын мүмкіндік болса Өзбекстан азаматтарын бер қарата жұмысқа алдыртуға. Ал үшінші мәселе тоқтың мәселесі. Біздер ай сайын 100 гектарға 3 насос қосып отырмыз. 2.800.000 теңге төлейміз. Содан қала берді тұрғылықты менің бір 15-20 шақты адамым бар. Сол зарплатамен бәрімен қосқанда мен 6 миллион ай сайын кету керек ақшам. Сол тоқтың тарифі қайта қаралса деп есептеймін. Біріміз айтып кетті, Соколов каналының бұрынғы құрылтал каналының қазірше айтқанда жанында 25
қожалық орналасқан. Соның бірімен. Біздің бірінші мәселеміз бұл неге жиынға келгенде қойын деп. Мына тоқ мәселесі, свет мәселесі. Бұны мен 3-4 жыл бұрын айтқан, дағыдай қайталағым келіп тұр. Қазір енді біздің шаруа қожалықтың қасынан 8 шаруа қожалықтың қасынан не өтіп жатыр? Көгалдандыруға байланысты әкіметтің облыстық әкіметтік тапсырмасыменен Ембі-Мұнай-газының подстанция қойды қасымыздан. Біздер алдында хат жазғанбыз, хатты Ембі-Мұнай-газының заңды генеральный директоры Қасымғали Жолдасқа мырзаға жолдаған екен, ол кісі бізге қайтарып берді. Қалалық бюджетке өткеніне байланысты біз сізге техусловие бере алмаймыз. Қалалық акиматқа жазыңыз деп. Біздің сұрайтынымыз тек қана бізге 40 киловаттық өзіміз есептеп қарамыз. Трансформатор керек екен. Әрбір қожалыққа 5 киловаттан деп есептедік. Сонда егер де бізге рұқсат берсе болды, тек условия бізге тартып бер деп айтқан жоқпыз. Бізде өздеріміз тартып аламыз. Біргеміз 8 қожалық бар, жаңа өзіміз тартып аламыз. Бізге тек қана подстанциядан трансформатор қоюға рұқсат берсе болды. Қасымғали Қанатбек заңын айтады ғой, басшылармен Қасымғалиевпен хабарласып, енді ол қалаға тапсырып жатыр, бірақ мысалға Ембі сол енді заң жағынан анықтаңыз қалай етуге болады. Бірігіп шешімдермен сіз шешесіз бе, Ембі шешімі, шартты бір келісім бола ма, егер қай вариантты заңнамасына жолдабыз, сол бір ұйымдастырылған қарастырыңыз. Жалпы енді управление природных ресурсов қарап отыр ғой, көгалдандыру жұмыстарын. Орада трансформатор болып ана мүмкіншілік болып жатса, соны білейікте біздер артын трансформатормен жалпы көмектесу болады. Биыл саяжайлардың көтеріне бабақшаның көбіне көмектестік қой біздер осы. Сіздерге де көмектесетін мүмкіншілігіміз бар. Бірақ бірінші біліп алайық сұрақ. Біздің Жайық өзенінің тартып кетіп бара жатқан білесіздер. Қазір су мәселесі жаңа көтеріп отыр ғой, бәріне де. Біз су мәселесін шешу үшін ойлаймыз, қазір ащы тұщы қондырғылар бар. Міне ұңғыларды қазып, сол ащы тұщы кері осымыз тек, товаратный осымыз деп айтады, мембранный установкалар қойып қойды. Және мына жан-жағымызда кетіп жатқан канализация сулар бар ғой. Мына Волгоградтан қазір шығып жатқан нелер, қос нелер тазалап жатқан нелер бар. Және мен ойлап тұрмын, үлкен салып керегі жоқ деп ойлаймын. Өйткені үлкен салсақ, бұның көп ақшаға жерде не етеді. Азғандай егер де салатын болсақ, кішкентай мысалы сағатына 3 тоннық, 4 тоннық тартып қоятын болсақ, қаржыны көп нетпейді. Оншақтысы мысалға мұнарадағы иіс шығып тұрған біздің канализация қоятын болсақ, мына жағындағыға қоятын болсақ, сол осыларды мына жерді көгалдандыруға айдауға бар. Мен Волгоградта боламын. 2007 жылы лас суды, бұл суды, мен көзімше лабораториядан шығатқан суды ішкен, ана орыс жігіт ішкен, мен айтамын, маған айтады, сен ішесің, мен жоқ десем, саған бутылка қойып берсем, сен қазір ішесің дейді, өйткені мына бутылканың не тұрғанын білмейсің, бұл таза. Сондықтан ондай тазалай біздің менталитетке жатпас, бірақ тазалап айдауға болады, қоюға болады. Бұл мәселелерде мен просто әкіматта жұмыс жасап отқандар бар, басқалар бар, тендер жасауға болады деп ұсыныс жасағым. Одан кейін оны экология мәселесі тағы да көтеріп кететін зат. Мен бәр жақта жүрген жоқпын, бірақ өзіміз жақта жылқы малы болғаннан кейін далаға шығасыз. Қараймыз, каналдардың ішінде келетін технологический мына заводтардан шыққан, өзім заводтарда өткен көзімізбен көріп тұрмын, өткен кәдімгіден шыққан нелерді әкеліп неге төгіп кетеді.
каналдың су қойған алдың іштеріне төгіп кетеді. Құрғақ канал деп атаймыз біздерде. Соның ішіне төгіп кетеді. Оны тексеріп жатқан ешкім етіп жатқан жоқ. Мен айтам, әрбір КАМАЗды ұстау мүмкін емес. Төгіп кеткен кісіні ұстау да мүмкін емес. Мекемелерге салу керек. Мекеменің басшысына салу керек. Сол кезде тияды тек қана. Әйтпесе тыю мүмкін емес. Сосын мына карьерді қазып жатқан. Карьерді алатып қазғаннан кейін талап бар. Сіз өзіңіз мұнайшысыз ба, білесіз ба, оны қазғаннан кейін артынан келіп оны рекультивация жасап жердің бәрін түзеу керек. Ана жерде жердің тереңдігі қасына барып тұрғанда 4 метрге шейін тіп-тіке жарылып кетеді. Мал болып жатыр. Мал емес, адам түсіп кетуі мүмкін. Өйткені жолдың бойын, қара жолдың бойын келеді де қазып кеткен. Жол егер де ана жерде білетін кісілер біледі, білмейтін біреуге жатса, қаңғы мезгіл болса, елек қыстың қар жауған болса, шұңқырға түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан қазып жатқан мекемелерге рекультивация жасауларын талап етулеріңізді сұраймын сіздерден. Бұл мемлекетіміздің заңы ғой. Қарау керек деп ойлаймын. Сельский округ Атырау дамбы дегендер, баяғы өзіңіз білетін 4 колхоздар балықпен айналысып, күн көргендер, одан кейін егінмен айналысты. Қазіргі кезде балықтың бәрін кооперативтер алып кетті. Егіншілердің тарихын, может, естіп жатқан шығарсыз, мүмкін естімесе, мына сіздердің орындайтын адамдар бәрі біліп жатқан шығар. Жылда бастап салады, 1-2 ай жұмыс жасайды, қалған уақытында қалады. Бүкіл дәні, бүкіл еңбегі. Мен өзім егінші емеспін. Мен мал шаруашылығымен айналысатын адаммын. Бірақ бұл жерден селский округ Атыраудан ешкімді көріп тұрған жоқпын. 2 округта жерім бар, селский округ Атырау мен Кеңөзек селский округында. Біреуінде мал ұстаймын, екіншісінде де мал ұстаймын. Біреуінде жайылым жерім, екіншісінде қорам жаңа малым. Менің айтайын дегенім сол ауылдың аманаты, барып жатырсаң, кіріп жатырсаң біздің атымыздан деп. Мына Зарослый өзегі деген бар, Осетровый заводтың бойында, Көрілгеннің қасында. Мана каналдар туралы әңгімелер айтылып жатыр ғой, қайта қайталай бермей жатырмын. Қысқа да нұсқа айтып кетуге тырысайық. Сол канал 2014 жылы смета жасалып, біз сол жаңа каналдың бойында бүкіл шаруа қожалықтың, егін қожалықтардың бәрін қолымыздан қол қойдық. Смета жасалып жатыр, бұл жер қазылады. Ертең еткенде сіздердің жерлеріңізге зиян келсе, жаңа ешқандай нелеріңіз болмасын деп. Былтыр 2019-20-да тоже солай болды. 2014-тен бері айтылып жатырған әңгіме канал қазылмай жатыр. Бұл каналдың сметасын бір соңғы естігенімізде Атырау жайығынан бастап 26 километр теңізге дейін қазылу керек деді. Жылдан жылға 14-те жасалды, 19-да жасалды смета. Ол каждый смета жасалып ақша төленген сайын, жыл сайын жайықтың төмен түсіп бара жатқанын бәріміз білеміз. Ол смета келесі жылға қайда жасалмақ, қайда аспетті, оны ешкім тағы білмейді. Биыл акиматта отырып, біз әкімге де ұсыныс жасадық. 26 километр қазам дегенше, бұна теңіз тағы 8 километр кетіп қалды. Жайық одан төмен түсіп барады. Біз оны қуып жете алмаймыз. Хотя бы жайықтан 7 километр. Ана жерде Ақжайық өзені бар дейтін бар. Одан ары қарай сенің малыңды да өзіңді де кіргізбейді. Малың кетіп кетсе, малыңды шығару да қиын. Хотя бы сол 7 километр жайықтың бойынан бүкіл 4 колхоздың шаруашылығы отыр. Мал шаруашылығы, егін шаруашылығы. Солардың бір жағдайын ойлап қазып бере ме? Или болмаса біз даже өзімізде предлагать еттік, пластикпен неғылайық, тұрып алайық, бізге насос қондырып, пластикпен суын тұрбамен жүргізсін, каждый қожалық өзіне кран салып алайық. Сол мұқтаждықты сізге айтқым келеді. Сол бір құлағыңызда болсын, бір мүмкін действительно сметаға бәлем 26 километрді қазғанда 7 километрді қалған жерді оны қазып не істейміз? Ол кейін жыл сайын кетіп баратса, ол қуып та жете алмаймыз біздер. Ол жақта тем более ешқандай шаруашылықтар жоқ. Небәрі 7 километр жаңа Осетровый дамбы трассасының бойында. Екінші мәселе субсидия. Мен тек жайлы тек өзімнің бар білгеніммен айтайын. Биыл тек қана мен мал шаруашылығынан бастап түбегейлі жұмыс жасап жатырмын. Былтыр декабрьде алдым асыл тұқымды сиыр малын. Қазір тағы да келіп жатыр асыл тұқымды мал. Жаңағы Атырау селский округында ұстап отырмын. Жер қуаңшылық, шөп ештеңе жоқ. Енді мал ұстаған жерде өзімнің проблемам ғой. Енді жемшеп дайындаумен де заниматься етемін. Ақшаны жетсе сатып алып жатырмын. Жемді де сатып алып жатырмын. Сол малды өсіріп, содан пайда көріп, содан семьямды асырайды деген жағдай сияқты. Бірақ енді үкіметтен қаралған субсидия бар. Осы адамда отырғандардың бәрі сол субсидия жөнінде де көптеген сұрақпен келіп отыр, әлі басталмай жатыр. Менің айтатыным субсидия жаңағы үкіметтің айтуынша жергілікті әкімнің қаражатымен, облыстың қаражатымен өзі белгіледі. Бір жерде Ақтөбеде 30 мың, басқа жерде 15 мың, біздің Атырауда 21 мың былай деп жатыр.
Қарап тұрсам 21 мыңға бір сиырға 2 рулон ала алмайсың. Қазірдің бағасы оның үстінде 200 жылқысы тағы солай. Бірақ әйтеуір қанағат беріп тұрған ақшаны да уақытында ала алмай отырмыз. Бүгінгі күнге дейін, қазір бүгін енді 29 октябрь, алдымызда ноябрь, декабрь қалды. Былтыр естуім бойынша, мен былтыр хозяйствомен әлі ондай субсидиялық көрген жоқпын. Биыл енді үлгерсем алатын шығар деймін, берсе беріп бермесе көреміз ғой. Бірақ мынандай мәселе Атырауда. Постоянно келеді, жылдың соңына дейін созады. Сол субсидия. Оның үшін өзінің требовениесі бар. Қарғын документін жинайсың. Сиырыңның жасы 18 ай болу керек. 50 бастан төмен болмау керек. Не бар 50 бастан жоғары болса, одан 47 бас болса, 49 бас болса бермейді, болды. Сол категориялардың бәрін жасап келгенде, жылдың соңында мысалы былтыр мен естуім, мен өзім алып көрген жоқпын, шындығын айтайын. 16 декабрь күні ашылады, 19 декабрь күні жабылады. Ол сөйлей алмай қалды. 3 күнде не зат көресіз, өзім 16 желтоқсан праздник емес екен. Мейрам ғой. Мейрамда ешкім 16 декабрь. 19 декабрь не болды? Жоқ, болды все, ақша бітті, ешқандай жоқ, документ қабылдамайды. 3 күнде. Ал ол 3 күн мейрам. Bir жерден барып қағазын алсаң, анаған барсаң айтады, жоқ, ол біз 19-дан кейін келіп, понедельник күні келіп, мейрамнан кейін келіп. А мейрамнан кейін келіп барып тапсырсаң, ана болды все уже. Жауап қал. Мен жаңа айтқаным сол, бір нәрсені бүкіл жинаған документтің сен ана енді биыл айтып кішкене ана ветеринарныйда бір нелерді отмет етті ғой. Ол ветеринарныйға сен бір сенің ижресіңде қырғын малың тұр. Бүкіл вакцинаның төлеуді, ақшасын төлеп бәрін саласың. Бәрін данайың бар, оны сен 15 күн күтесің. А мынада не бар 3 күн береді. 15 күнде алатын документті мен 3 күнде қалай тапсырамын? Айналып келгенде маған дым жоқ. Мен даже кеше отырып айтып қарап қойдым. Мына тұрған Ақтөбе 30 мыңнан былтыр 4 миллиард жарым ақша бөлді. Мен Ақтөбе облысынан 30 бас әулиекөл астықты сиыр алдым. Қожалықтан. Сонда айтты, саған әулие не береді? Субсидия береді, бізде субсидия жоқ. Қалай жоқ? Бізге 4 миллиард жарым ақша алды дейді. Былай қарағанда. Қызылорда алып отыр. Басқа облыстарда беріп қалған, мен айтып отырған жоқ, олар 30 мың, бізде де 30 мың берді. 15 мың ба, 21 мың бекітіп отыр ма? Қандай ақша бекітіп отырса да, ол азды келді, қойып бір 5 тонна жемін сатып алсын, 20 рулон жүгін сатып алсын. Азда бұл саттығын шаруашылыққа. Соны ойлаймын, неужели біздің Атырау Ақтөбемен Қызылордадан сондай төмен облыс деп, мен ондай ойламаймын. Скорее всего, сіздің ойыңызға жетпейді, или болмаса бір нәрселер сол дарқанса дұрыс қаралмайды деп ойлаймын. Бұл бірінші вопрос. Екі вопрос кетті жаңағы заводский өзегі субсидия жөнінде. Енді үшінші вопрос, енді ол мына шаруашылықтарға емес, кішкене өзіме қатысты әңгіме, бірақ сонда да айтып кетейін, мүмкін сауаптарыңыз дейді, мүмкін көмектеріңіз бар. 2008 жылы Теңізек сельский округтен 200 гектар жер алып шаруа қожалыққа. 2008-ден бастап егер алмадым, ауырып сақтап, 2012-ден бастап кредит алып, трактор алып, шөбін шауып, кредитін жауып, былтырдан бастап мал алып, тегіс шаруашылықты көтеріп келе жатыр. Теңізектің сельский округында ондай жер болмағасын, Тола Алғабас деген бұрын Алғабас совхозы Тола Алғабаста берді. Эрбіштер егетін жерде. Содан кейін ол бізге бергенде не бар 200 гектар алдым, өйткені одан көп сұрағанда бермеді, әуелсен сонда егер, содан кейін барып беремін деді. Келістік, алдық, шөбін шаптық, пайдаландық, жайлап көтеріп дамып келе жатырмыз. Бертінге барып тағы да жер сұраймыз. Бізге шабындық беріңіз, малымыз өсіп кетті. Тек қана мен емес, ол жерде де 4 қожалық бар. Айбек, Ербол, қалам екеуін артымды қалып, жаңа айбек жазуға бере алмай қалдым. 4 қожалық, менде 200 гектар, біреуде 50 гектар, біреуде 20 гектар. Тола Алғабастың 16 мың гектар жері. Ана каналдардың бойында орналасқан ғой, бірнеше жағасын білетін шығарсың. Былтырдан бері қарай біз шөп шабудан қалдық, осы қожалықтар. Өйткені Тола Алғабастың 16 мың гектар жерінің 8200 гектар толық жанадылап кетеді. Каким-то образом, білмеймін, сатып алды ма, енді білмеймін, заң жүзінде алған шығар, менің документтерді көргенше сонда ешқандай баға алмаймын. Әйтеуір Тола Алғабас 49 жылға алған өзінің аренда жерін, қалған 8 мың гектар жерін толық жанаділге береді. Жанаділ дейтін жаңағы батыс айланы строй. Сол мекемені береді. Комплекстерін салды, бәрін салады. Бұларда бір айта кететін жағдай. Біз сұрағанда қарапайым шаруамыз, жаңа малымызды астырап, жаңа бастап жатырған. Біз тоғайлансыз тұрға жаңаділге жете алмаймыз. Олар бір жылда комплекс салып, былтыр 5 күнде 500 басын бұрсөзбен немен апарып тапсырды. Қазір 700-800 қойыста отыр, басқа қара жоқ.
Тоо алға баста 8.000 гектар жері бар, былай қарағанда ешқандай нағы жоқ тоуда. Бірақ сол совхозда бәрі ұстап келе жатыр. Біз барып сұрасақ келмейді. Жемегеға кірсең ертең келіп бір сүргін келді. Акиматқа барсаң айтады жемегеға бар дейді. Не істеуіміз керек дейді. Шын айтайын, кеше Нұр Отанның депутатында болдым, айтты келесі демалыста қалалық әкімнің заңын қабылдайды, мен сізді шақырам дедім. Мен соған официально заявлениемен келейін деп тұрмын, төрт қожалықпен жазып, басқа вариантым болған жоқ, содан арай жылжиын. Бүгін ретіге сіздің алдыңызға келгесін, бұл енді өзінің жеке мұңын шындығы керек. Біздер мына Еркінқала селолық округке Сарыөзек деген жерде ата кәсібімізді жалғаса жатқан жайымыз бар. Сарыөзек биыл қуаңшылыққа байланысты бізде кішкене малдың жайылымы, малдың құттай жүріп тұруы бізге қиын соғып тұр. Неге десеңіз, ол айту себебім, мына біздер теңіз жағалауына қарай, Каспий жағалауына қарай тұрамыз. Ал Каспий жағалауының айналасында табиғатты ерекше қорғайтын аумақ, резерват дейтін қазір шекараны қорғайтын нелер бар, инспекторлар бар. Сол жерде біздер малымыз шекараны бұзып, енді қуаңшылыққа байланысты шу жерге барып жайылады. Туманнан бері қарай Туман, 17 Сарыөзек, сол осы үш ауылдың малдары сол жерде жүреді, Қамысқа қарай, теңізге қарай. Ал енді сол жерде шөп бар, шүкір. Енді сол жерге малымыз шығарсақ, бізге сіздерге әкімшілік хаттама жасақтаймыз, сіздердің жүргізулеріңіз заңсыз дейді. Бірінші мәселе, сол мәселе бізді толғандырып тұр. Биыл енді қуаңшылық действительно, қуаңшылық болмайтын болса, біз бұл жерге заңсыз кіруге біз кірмейміз дейді, заңға қарсы шықпаймыз. Сарыөзекке свет жөнінде айтып жатыр, енді біздер мына Черный речкіден 4 километр, 5 километр ара қашықтықта мына темір жолдың бойында тұрамыз. Сол свет балалар дейтін сабақ оқуға байланысты офлайн, онлайн деп жатыр. Соған бір свет мәселесі мүмкіншілік болып жатса, егерде техословия ғой, бірінші керегі. Ары қарай өзімізде ағаларымыз бар, үлкендердің көкелерімізбен келісіп бірдеме істерміз. Сондай мұңымыз бар, айтып өтейік деп. Қызық болып айтып қояйын, енді кішкене бәріміз де шаршадық, көңілдеріміз өтіріп жүр. Өткен жолы бір әкімге кіре алмай 7 сағат жүріп едік, мына жерде шыға алмай 4 сағат жүрміз де, Шопан ата қауымдастығының осындай өкілдерін ашты. Енді өзіңіздің ауылдың азаматтары сол жерде, өздеріңіз сол жерге қосылып жатсыздар. Ғайыз айтқан өтініш, осы біздің өңірде, өзімізде облыстарда, басқа жерде осы ауыл шаруашылық кеңесі бар. Сол кеңесі ауыл шаруашылық басқармасында енді бір жағы мына жерде тағы бір гәп болып тұр. Өткен жол біздің чатымызға Қайрат деген азамат қосылып еді, сіздің орынбасарыңыз. Ол кезде кішкене бір тірлік жүріп жатқан. Ол кісі денсаулығымен басқа бір жағдай болып қалған деген, мына жерде бір жетімсіреп қалып, ақыры өзіңізге келдік. Енді ол да өзінің жөнімен болар. Осындай мәселе қордаланбас үшін әрбір ауданнан чат ашып қойдық, бір облыстан чат ашып қойдық. Оған ішкі саясатта кірсін, басқа әкімнің орынбасарлары, әкімдер де кірсін. Біз ештеңе жасап жатқан жоқпыз. Айтып жатқан мәселе сол осы жаққа өзіңізге жетіп жатса, шешімін тауып жатса, болды. Мына жерде менің көргенім 50% мәселе точно шешіледі. Иә, каналдар, жайықтың мәселесі ол қиын. Бір ғана өтініш жағына ағамызды до конца түсінемей қалдық барлығымыз. Енді бұл кісі технарь маманы бойынша, обратный осмос жөнінде. Сіздердің енді шынымен де Қазақстанның бюджетін толтырып отырған қаражатқа осы өңірлеріңіз обратный осмостың мини установкалары, бұл кісінің айтқаныша, әрбір шаруашылыққа сағатына 2 тонна, 1 тонна су жасайтын, ол сонша қымбат емес екен. Сіздер ережеге сәйкес, субсидиялаудың ережесіне сәйкес, Минсельхозды сілкіп, біздің ерекшелігімізге, біз аридный зонаға жатамыз, біздің суымыз ащы, сондықтан да бізге осыны талап етіп, сол обратный осмосты өздеріңізге сұрап алсаңыздар, жергілікті бюджеттен қаражаттандыруға, сонда жеңіл болар еді. Одан кейін тағы бір мәселе, бұл енді сіз құлағдарыңыз ба жоқ па, жем шөпке қаражат жетпей жатыр дейміз ғой. Жаңа сіздерге көзделген қаражат, мен өзім негізі ірі шаруашылықтармен аса қанығысымыз әртүрлі ма? Сіздерде бір үлкен шаруашылық бар екен, әрине ол өңірде сүт өңдеп жатқан мықты шаруашылық екен, азаматтары да лайықты шығар. Бірақ сол мықты шаруашылық былтыр жылына 120 мың теңге ана сүтті сиырға сіздер субсидия төлепсіздер. Керемет. Бүкіл Қазақстан бойынша 120 мың теңге төледі былтыр. Биыл сіздер алыпсыздар да соны 208 мыңға көтеріпсіздер әрбір сиырға.
бүкіл Қазақстан наоборот олардың 120 мыңды 60 мыңға түсірді. Өйткені қалған қарапайым қазаққа жетсін деді. Сондықтан да сіздердің жаңағы үлкен шаруашылыққа деген 208 мыңды қайта қарасаңыздар, мен сіздерге бұйыра алмаймын, айта алмаймын, талап ете алмаймын, бірақ өтініш олай болмайды. Мыңдаған қазаққа жаңағы 208 мың дегеніңіз 20 бас сиырға жетеді, біреудің бір-ақ бас сиырға. Көпшілікке қарай жақсылық жасасақ жақсы болар еді. Қымбатты әкім мырза, мұнай өлкесі болғаннан кейін бір рет маған осы жақтан бір мұнайшылар сондай ірі мұнай өңдейтін өздерінің вышка дей ма не, біз ондайды ұқпаймыз. Солар бар, сізбен кездесейік деп дейді. Кездесуге маған өздерінің чартамын рейстермен шүкір. Бұларға маған не керек деймін ғой. Сөйтсем, бұл былтырғы жылғы коронавирустың қылышынан қан тамып тұрған кезінде, сөйтсек сондағы мұнай өңдеп отырған жігіттердің келгені, мұнайдың бағасы түсіп қалды, $40 болып қалды ма, $30 болып қалды ма, сол кезде келіп, Алмасбек, біз сізге келгеніміз дейді, қалай мал ұстаймыз деп келдік дейді. Мұнай бітеді. 10 жыл ма, 20 жыл ма, енді осы жерде мамандар бар, сіздер одан жақсы білетінсіз. Біздің болашағымыз ол аграрлық мемлекет. Бүгінден бастап соны ойласақ, бүгінден бастап соны әрекет етсек, әсіресе сіздер жақта, сіздерде де мұнай бітеді. Одан кейін немен күн көреміз? Елдің барлығын солтүстікке көшіреміз, қайда жібереміз? Сондықтан Атырауда тұрып, Дубай сияқты, Дубайымыз дейміз ғой біздің. Атырауда тұрып, осы Атырауда ауыл шаруашылығын кейін 20 жылдан кейін қандай болады, соның қазығын осы жерде мықтап тұрып, қағып, қалған өңірлерге үлгі ретінде көрсетуге болады. Мен ойлаймын, ол сіздің жігеріңізбен, осы жердегі азаматтардың қолдауымен ол жасауға болатын дүние. Біздің ұранымызды білесіздер, Шопан ата қауымдастығының әр қазақ бай болсын. Осы Атыраудың да қазақтары бай болсын.